Сәлеметсіздер ме балалар? Қалайсыңдар? Кім білгір арнасына қош келдіңдер. Бүгін мен сендерге түрлі сұрақтар жасыратын болам. Ал сендер дайынсыңдар ма? Дайын болсаңдар бастаймыз. Қай аң тобымен бірге жүреді? Қасқыр. Қайсы сия шығара алады? Сегіз аяқ. Қайсының сүйектері қуыс? Көгершін. Екеуінің қайсы тұрып ұйықтай алады? Жылқы. Қайсы өзінің жынысын өзгерте алады? Сайқымазақ балық. Екеуінің қайсы теңіз түбіне дейін жүзе алады? Кашалот, кит. Ең ірі теңіз сүтқоректісі қайсы? Көк кит. Екеуінің қайсы өте жай? Ұлу. Қайсының жүрек қағысы қатты соғады? Колибри. Екеуінің қайсы құйрығын қайта өсіре алады? Кесіртке. Қай құс мойнын айналдыра алады? Үкі. Қайсы қатты тістейді? Пиранха. Космоста екеуінің қайсы өмір сүре алады? Тардиград. Су астында қайсы ұзақ демалмай тұра алады? Кит. Қайсының аяқтары көп? Қырқаяқ. Екеуінің қайсы ультра күлгін сәулелерден қорғанатын күшке ие? Бегемот. Екеуінің қайсы тамағын ортында сақтайды? Хомяк. Сендерге ойын ұнап жатыр ма? Ойын ұнап жатса, арнаға тіркеліп комментария жазып кетіңіз. Қайсының уы қаттырақ?
Айдахар. Екеуінің қайсы көзін ашып ұйықтайды? Жылан. Қайсының тістегені қатты? Бегемот. Бауырмен жорғалаушы қайсы? Жылан. Ең жылдам жүгіретін аң. Гепард. Қайсы тұрып ұйықтайды? Жылқы. Қай құс артпен ұша алады? Колибри. Қайсы бейбітшілік символы болып есептеледі? Көгершін. Екеуінің қайсы жүзу біледі? Пингвин. Қайсы 200 жыл өмір сүреді? Тасбақа. Балалар, сіздерге ойынымыз ұнады ма? Ұнаса, арнамызға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.